Әр заманның өзінің қиындығы болады, өзінің қызығы болады. Ал мұғалімдік дипломды алып алып, ой мынау қиын екен, мынаны мен істей алмайды екенмін деп кетіп қалып жатқаны қанша. Еңбегіңіз өзінен өзі еленеді. Директор бол деген кезде мен қашқам. Егер бір қасиетіңіз жетіңкіремей тұрса, бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Енді қалай тоқтатады? Мұғалім қалай тоқтатады? Ата-ана қалай тоқтатады оны? Мақсат мектепке күліп келу керек бала, күліп кету керек. Жасап жатыр ғой жұмыстар, бірақ жастарға жасау керек. Білім және ғылым министрлігі енді ауысқанда көзіңді ашып жұмып үлгермейсің ғой. Армысыздар, құрметті көрермен. Есімім Бауыржан Сатов. Еліміздегі тұңғыш ұстаздарға арналған жоба мұғалімдер бөлмесіне қош келдіңіздер. Ұстаз деген ұлы есім. Қазіргі қоғамда бұл есімді арқалап, ұрпақ тәрбиелеп, ерінбей еңбек етіп жүрген жандар қаншама. Солардың бірі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, аяулы ұстаз Аягүл Төреқызы ханым келіп отыр. Аягүл апай, қайырлы күн, қош келдіңіз. Әп-әдемі, сұп-сұлу болып отырсыз. Енді бүгінгі біздің бағдарламамызға келген үшін сізге алғыс айтамыз. Енді алтын уақытыңызды бөліп келген үшін. Енді білеміз, жұмыстарыңыз да бар өзіңіздің. Бұл бағдарламадан шығып ары қарай барасыз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Бәрі жақсы, айналайын. Бәрекелді. Енді әңгімемізді бастайық, Аягүл апай. Қазіргі мұғалімдерге қарап, сіздер өткен қиындық, сіздер өткен жолды олар көрсе шыдамау мүмкін. Өйткені қазіргі мұғалімдер енді басқаша деп айтайын. Енді айта қойыңызшы, осы қазіргі таңдағы мұғалімдер сіздер сияқты болу үшін, сіздердің жолдарыңызды шыдап өту үшін қандай қасиеттерге ие болу керек? Бауыржан, рахмет, айналайын. Бірақ та қазіргі мұғалімдер ондай емес деп айта алмаймын. Қазіргілердің жұмысы біздің кезіміздегіден жеңіл болып тұрған жоқ. Дәл қазір қараңызшы, мінекей өткен оқу жылының 4-ші тоқсаны, қазіргінің мінекей 1-ші тоқсанында қашықтан оқытуменен айналысып жатыр. Оңай емес, үлкен еңбек, қыруар еңбек. Ата-аналар қазір байқады мұғалімнің құдіреті қандай екендігін, шын мәнісінде. Ол қандай техника болмасын, техниканың аты техника, а мұғалімнің мына бет бейнесімен кәдімгі балалардың алдында тұрып сабақ беруі, айтуы, жеткізу, оның әрқайсының көзінен байқап отыру, қайсысы түсініп отыр, түсінбей отыр деген сияқты ол оңай дүние емес. Оның үстіне қазір мына электрондық жүйе енді дағы бағаны да, сол бағалауды да бәрін сонымен орындайтын болды. Ол әр балаға оның ата-анасына жіберіп, онымен қайтарымды қайтадан жауап алу, балаға тапсырманы беріп, оған жауап алу деген оңай тірлік емес. Шын мәнісінде оңай тірлік емес. Әр заманның өзінің қиындығы болады, өзінің қызығы болады. Әрине, мұғалімдікке мұғалім болам. Осы қызметімнен, осы мамандығымнан мен халқыма да жақсылық жасаймын, өзім де сонымен күн көрісім болады, айлығымды содан табамын, бала шағамды соныменен ары қарай жеткіземін деген нақты мына түйсіктерінде сол ой ұялау керек деп ойлаймын. Ал мұғалімдік дипломды алып алып, ой мынау қиын екен, мынаны мен істей алмайды екенмін деп кетіп қалып жатқаны қанша. Мұғалімдікке түсіп алып, гранттың орнын алып, өкіметтің ақшасын жұмсап алып, басқа мамандыққа кетіп қалып жатқандары қанша. Бұл осыны ойлаған кезде жүрегіңіз сыздайды. Біздің кезімізде ондай болған жоқ. Сол мамандыққа түстік па, соның үдесінен шығуға бар күш-жігерімізді салдық. Адамда сенім болса, алдына бір мақсат қойса, оған жете алмайтын адам болмайды деп ойлаймын. Мен қазіргі мұғалім болып жатқан жастарға айтарым, егер сол мамандықты өзің таңдап, соған бас иіп келген болсаң, соның үдесінен шығып, соның рахатын көріп, қызығында көріп, әрбір шәкіртіңнің жүрегінде сіздің бет бейнеңіз де, сіздің тұлғаңыз да, сіздің біліміңіз де, сіздің тәрбиеңіз де сайрап тұрып,
ой шіркін осындай апайым болып еді, осындай ағайым мені оқытып еді, міне мен қазір мынандай болдым деген, ол қайда жүрсе де, қандай жасқа келсе де, сол ұстаздарын ұмытпайтындай із қалдырса ұстаздары, міне мен айтар едім, нағыз ұстаз солар деп. Енді біздің жастарымызды жаңағы тәрбиелеп, өсіріп, дәріптеп, оның барлығын әрине қолға алатын біздің мемлекет басшысымыз. Бірақ та сіздей біздің апайларымыз, ағаларымыз осындай үлгі болатындай сөзін айтып, бағыт бағдар көрсетсе, жаңағы ақылы бар жастар оны қағып алады сөздеріңізді. Мен бұны айтып отырған себебім, біз қазір біздің бағдарламамызда жастар көріп отыр, барлығы бір өзіне қажетті ақпаратты бір ой түйіндеп алатыны сөзсіз. Айта қойыңызшы, сіз енді математика пәнінің мұғалімі, осындай қарапайым деп айтсам, енді кешірім сұраймын, қарапайым мұғалімнен осындай дәрежеге қалай жеттіңіз? Қазір де қарапайым мұғаліммін. Енді дәрежеңіз биік қазір. Соған қалай жеттіңіз? Жаңа айтып кеттім ғой соны. Біз еш уақытта, мен ойлаған жоқпын, осы еңбек ері болады екенмін деп. Көздеген жоқсыз. Иә, ол еңбек ері деген марапаттың шығатынын да, оның мұғалімге тиісті болатынын да, сол мұғалімдердің атынан менің кеудеме тағылатынын да білген де жоқпыз. Шын мәнісінде енді бұл марапатқа дейін мен анау кеңес өкіметі кезінде оқу ісінің Қазақ СССР-ның білім беру ісінің үздігі дегенді алдым, Алтынсаринді алдым. Сол жұмысымның нәтижесімен ғой, енді мен өзім көрсетпеймін ғой, ол жаңағы қазірде енді міне ұстаздар алып жатыр ғой түрлі наградаларды. Сол сияқты, сол әйтеуір еңбектің арқасында оны көре білген басшылардың, ата-аналардың, шәкірттерімнің арқасында өзім математикадан сабақ бердім, мұғалім болдым, тәрбиесінің меңгерушісі болдым, одан кейін оқу ісінің меңгерушісі болдым, одан кейін барып 25 жыл мектептің басшысы болдым. Енді барлық әлгі баспалдақтан өтіп шықтым дағы, сол бұл еңбек ер атандырады деп бекер айтпайды ғой. Сол еңбектің нәтижесі қазіргі жастар да еңбек етіп, ол мен бір нәрсе алуым керек, маған алғыс беруі керек, мені елеуі керек деп емес, ол еңбегіңіз өзінен өз еленеді. Сіз тіпті бар ғой, осы наградаларды тақпай-ақ, әрбір шәкірттің алғысына бөленсеңіз, әрбір ата-ананың алғысына бөленсеңіз, содан артық награда жоқ. Демек, бір сөзбен айтатын болсақ, ешқандай да мансап қумай, өзіңіздің ісіңізді шын жүректен жақсы көру. Жоқ, мансап қойған жоқ. Маған осы директор бол деген кезде мен қашқам. Оқусының меңгерушісі болып жүрдім, маған осы директорлікке ұсынды. Мен айтым, ойбай, қолымнан келмейді, мен директор бола алмаймын. 91-ші жылы. Бармайым деп, соны біреу сеніп, біреу сенбеуі мүмкін. Бірақ сол ұсынған кезде басшы болған кісінің біреуі, құдайға шүкір, арамызда, мына Абайділдаев Тоқтар деген ағайың бар. Осы біздің білім басқармасының басшысының орынбасары болған сол кезде. Кейін мына 17-ші интернаттың директоры болды, одан кейін мұғалім болды, қазір енді құрметті демалыста. Өте бір керемет азамат. Сол кісілер менің анкетамды алып бар дегенде, мен ат тонымды алып қашып, ойбай, қолымнан келмейді директор болу деп, сен директордың жұмысын атқарып жүрсің ғой деп, мектепте ол кезде партиядамыз ғой, КПС-тің партбилет қалтада секретар парт организацияның ұйымының, бастауыш ұйымның секретарымын. Ойбай, бүкіл тәртіпке, бүкіл жұмысқа, анау партияда барлардың взносты уақытысында өткізгеніне ол тастай қарайтынбыз. Аяғың жүрмей қалмаса, партияның шақырған жиналысына, жиынына, отырысына 1 минутке кешікпей жаңағы жерде осы барлығын оқып, съездің материалдарын жаттап, пленумның материалдарын жаттап, оны конспектлеп, оны халыққа жеткізіп, сөйтіп жүрген кезіміз ғой.
соны айтатын, ойбай сен неге қашасың, сен барлық жұмыстан хабарың бар ғой деп. Бірақ сонда өзім қорқақтадым шыныманан. Ой, басшы болу, шыныманан басшы болу мүмкін біреуге оңай шығар, ол бір мансап шығар. Мен үшін мұғалім болу ең үлкені. Одан асқан мәртебе жоқ. Иә, одан асқан мәртебе жоқ. Мен математика пәнінің мұғалімі болдым. Балаларыма сол математикамды білгізуге барынша, директор болып жүргенде де барлық уақытта сабағымды үзген жоқпын. Кейбір директорлер сабақ бермей, факультатив, үйірме бір нәрсе алып алады ғой. Мен соны дұрыс деп санамаймын. Директор де, оқушының меңгерушісі де өзі сабақ беру керек. Сол сабағы арқылы ұстаздарға қалай сабақ беру керек екенін, қалай тәрбие жүргізу керек екенін сабағыңда, ата-анамен қалай байланысты болу керек, өзің соның әлгі үлгісі болуың керек. Мен барлық уақытта енді мына орденді таққаннан кейін 1-2 жыл бәсеңдеттім, себебі анда жиналысқа шақыра береді, балалар қобал ғой, сен кетесің, орныңа біреу барған деген. Әйтпесе өмір бойы, енді мен 48 жыл мұғалім болған адамым ғой, өзім 5 класстан 11-ге дейін, 5 класстан 11-ге дейін сабақ беріп жүрдім математикадан. Мұғалімдерге де айтатым, менің сабағыма кіре беріңдер. Мүмкін мен техниканы пайдаланарым, пайдаланбаспын, ол әртүрлі болады ғой енді. Борменен, тақтамен сабақ берсең де, баланың бойына құйсаң, сенің айтқаныңды бала қабылдаса, сол сабағың өз дәрежесінде, өз мақсатына жетіп тұрса, содан артқан сабақ жоқ. Сондан өзіміз үлгілі болуымыз керек, басшылар. Мектептің басшысы, оқушының меңгерушісі, ол сөзбен айту оңай ғой, сен мұндай бол, сондай бол деп, іспен көрсету керек. Баптау керек мұғалімдеріңді. Басшы болған кезде тек қана әмір беруші емес, баптау керек. Әр мұғалімнің, оқушының қабілетін біліп тұрамыз ғой енді. Біреуі жаңағы қабілетті айтқаныңды қағып алады, екіншісіне 2 рет айтуың керек, үшіншісіне арқасын сипап айтуың керек, төртіншісіне әй деп кішкене қатауланып айтуың керек. Әр баланы білесің ғой, қалай айтсаң сені түсінетін. Тура сол сияқты мұғалім берді де баптау керек. Қайсысында қандай қабілет бар, сол қабілетін арттыруға тырысу керек. Сонда ол мектептің көрсеткіші де болады, ол мектептің ұстаздары ұйымшылда болады, ата-ананың да алғысына бөленіп жүретін болады. Әйтпесе ол бір рецепт жоқ қой. Міне осыны ұстап алсаң, қатып қалған. Қатып қалған нәрсе жоқ. Барлығына жайықтайға байланысты өзіңді соған лайықтап әлгі жолын тауып отыру керек. Әр ұстаздың өзінің табиғатына тән жол болу керек дейсіз ғой. Әрине, бес саусақ бірдей емес. Сол сияқты ұстаздар да бірдей емес, ата-ана да бірдей емес, оқушы да тура сондай. Сондықтан ұстазға бар жақсы қасиеттің бәрі ұстаздың бойында шым-шымдап босадып болу керек. Егер бір қасиетіңіз жетіңкіремей тұрса, бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Бұл сабақ жоспарлары несімен тиімді? Жаңа мектеп бағдарламасына 100% сай. Барлық құжаттар 200-ден аса мұғалімнің тексеруінен өткен 14 облыста да қолдануға жарамды. Өз пәніңізді және сыныбыңызды таңдап, өзіңізге керекті құжатты тек қана ұстаз тілегі сайтынан таба аласыз. Енді аяулап айта қойыңызшы, қазір енді осы жаңа мұғалімдер деп жатырмыз. Өзіңіз үшін үздік шәкірт тәрбиелеуде басты ұстанымыңыз қандай? Осы айтқандардан бөлек. Шәкіртті үздік емес деп бөлмеу керек. Біріншіден. Иә. Ол баланың қабілеті, оның қалай деп айтсам болады, бір ғана ұстаздың білімділігіне байланысты болмайды. Мен осы 2 қою дегенді онша жақсы көрмейді. Негізінен. Не себеп? Кейде білмеймін, әйтеуір жақсы көрмейді. Мен 25 жыл директор болғанда, басшы болғанда, 159 Ыбырай Алтынсарин атындағы. Бірде-бір мұғалімге
журналға жазып сөгіс жарияламаппын. Жақсы көрмей, ренжімейді емес, ренжитін кезімде болады, жаңағы талап етіп қаттырақ айтатын да кезім болады. Енді мұғалімдердің бәрі бірдей емес қой. Кейбіреуі өз ісіне беріліп істеп жатса, ішінен біреу болса да шығады, жаңағы кішкене жеңілдің үстімен ауырдың астынан. Әрине айтасың, талап етесің, бірақ жазғыруға дайын тұрған жоқпын. Мынау қағазға жазып сөгіс беру дегенді ол тәрбиенің ең шектен шыққан дүниесі ғой деп ойлайтын өзім. Қалай айтқанымды өзіне түсіндіріп айтам, дұрыс емесін, менің сіздің айтып отырғаныңыздың нері дұрыс емес десе, өзім електен өткізіп, өз кінәмді егер болса, өзім оны мойындайтынмын. Ал енді әрине ондай жібермеуге тырысатынмын. Мен енді Құдайға тәуба, мен бірде бір мұғалімімнен, бірде бір ата-анамнан, оқытқан бірде бір шәкіртімнен шынын айтсам, ең бақытым мен ескерту алған жоқпын. Басшылардан, өзімді басқарған басшылардан, Айгүл Төренівна, сіздің мектебіңіз бүйтіп жатыр, сіз сөйттіңіз, сіз ана мұғалім бүйтіп, сіз немесе оқушыға сөйтіпсіз деген сөзді естіген жоқ. Бұл менің үлкен бақытым. Әркімге тілеймін сондай, мына жұмыс бабында, осы қызмет бабында ұстаздарға соны тілеймін. Ол ата-аналармен жиын өткізіп атқан кезде, жиналыс өткіземіз ғой, ата-аналар жиналысын. Мен сөйлеп, өзіміздің жаңағы сол күн тәртібіндегі дүниені айтып болғаннан кейін, ал енді сіздер не айтасыздар десең, енді сенбеуіңіз мүмкін. Сол 25 жылда бір рет бір ата-ана қолын көтеріп, мынау бүйтпей жатыр, әнер сөйтпей жатыр, мынаған қараңызшы, ананы бүйтіңізші деп айтып көргеніміз. Ол айтса былай өзіме кіріп, мынаны қайтсек екен, Айгүл Төренівна мынандай болып тұр, мына баламның мына жағдайына мынандай дейді, әдемі шешетінбіз. Ол заңды бұзбай шешетінбіз, кәдімгі бұна қарастырайық. Анау кейбір бала жолдастарының ішінде бір беделі болмай қалып, балалар бір шектететін кездер болады ғой. Мен ата-аналарға да мұғалімдерге жалынатыным сол етін. Әрбір баланы бақылап жүріңіздер. Кімге балалар қалай қарайды? Бір сондай жағдайды байқасаңыздар, барлық әдіс тәсілді пайдаланып, ана баланың авторитетін көтеруге жұмыс жасайық деп. Өйткені өте қиын нәрсе ғой ол. Мақсат мектепке күліп келу керек бала, күліп кету керек. Әрбір рет сөйтіп айтатын. Бала күліп келіп мектепке, күліп кететін жағдай жасаған мектеп, сол ұжымын әр сынып жетекшісі өзінің сыныбының мына қал ақуалын, көңіл күйін бес саусақ біліп, айтатыны бар, айтпайтыны бар, соны түзеуге жұмыс жасап отыру керек. Сонда ол пәніңізді де солай. Мен айта алмаймын, барлық балам менің математиканы 5 оқыды деп. Бірақ өзіне керектісін алды, жақсы азаматтар болып шықты. Қазір өзім таң қалып отырмын, мысалы, сол жаңа 159 мектеп гимназияда 25 жылдай директор болдыңыз. Енді жаңағы өзіңіздің ұстанымыңызды естіп отырмын, мен таң қалып отырмын. Директор деген атақ, директор деген лауазым жалпы менің көзқарасымда басқа кейіпте болған тұғын. Енді қазір сіздің әңгімеңізді естіп, мен кішкене таң қалып отырмын. Сұрайын дегенім, енді сіз қанша жылдар бойы директор болдыңыз, директор мінезді болуы тиіс па? Директорде барлығы болу керек. Мінезді дегенде, анау мінез деген болу керек қой, бірақ та атша тепкілеген мінезден сақ болу керек. Сондай болмау керек. Директор мұғалімдерінің ғана емес, анау кіші қызметтегі қызметшілеріне дейін солардың жағдайының бәрін біліп тұру керек. Тұрмыс жағдайында білу керек, жанұя жағдайында білу керек, бала шағасында білу керек, қандай қиындықтары бар екенін, қандай жетістігі бар екенін білу керек, мұғалімдерді де білу керек. Біз бәріміз адамбыз. Мен еш уақытта, енді оны естиді ғой осыны, менімен жұмыс істеген бір кісі сізге шығып айта алмайтын шығар.
Аягүл Төрені жаңсақ айтып отыр, қазір жұмысты қойғаннан кейін деп. Мен кіші қызметтегілеріме де кәдімгі жұмыс бабында басқаша, иә, былай сөйлескенде оның жан жылуым қанша бар, сонша беруге тырысып, қолымнан келген көмекті жасауға тырысады. Мен ол адам деп қараймын. Мен директор, ол қызметім. А негізі адаммын ғой. Ол кісі де адам, пол жуып жүрсе де, дала сыпырып жүрсе де, ол кісі де мен сияқты адам. Басты қызметіңіз адамгершілік. Адамгершілікті еш уақытта жоғалтпау керек. Оны ана кісі, ана қызметтегі, ой, оған мен неге бүйтем деген ой мінерде тұрмау керек. Мынау бір әдемі ой бар, бірақ кімнің ойы екенін білмеймін соны. Жүрегің жылы болса дейді, сен барлық адамды жақсы көресің дейді. Барлық адамды. Ал егер тілің жылы болса, барлық адам сені жақсы көреді дейді. Осы екеуі керек ақ. Енді Абай атам да айтқан ғой, жылы жүрек деп. Негізі жүрек жылы болу керек. Мынау арамдық тұрмау керек жүректе. Бір адалдықты орнатуға тырысу керек. Жаңа мінезді дейсіз, әрине талап ету керек, басыңа шығарып, мысалға. Бұл кісіге бүйтуге де болады. Босаңсып кетпеу керек. Сөйтуге де жоқ. Талап ететін жерде талап ету керек. Аялайтын жерде аялау керек. Саялайтын жерде саялау керек. Сондықтан ол мінез енді әрине қаныңмен де беріледі ғой. Мінез қасиетің деген. Дей тұрғанмен, мынау әлгі қолымнан келмейді деген адамды айтқан ғой. Ол тілін кесу керек дегендей. Абай атам айтты ма? Сол қараңызшы, қолымнан келмейтін нәрсе болмайды. Ниетің болса, адам істеген нәрсені адам істейді. Сондықтан әрбір ұстазға айтатыным, ұстаз деген әлгі неге алты алаш жиналғанда төрдегі орын ұстаздікі дейді. Неге солай айтқан біздің ата-бабаларымыз? Ол ұстазды өте құрметтеген. Өйткені ұстаздың өзі соған лайық болған. Лайық болған. Олар пәк балаларды тәрбиелейсіз. Пәк. Мектепке сондай пәк жанымен келеді. Енді жаңағы балалар деп жатырмыз, балалар, ата-аналар дейміз. Енді өзіңіз ұлағатты ұстаз бола отырып, қоғамда өз атыңызды қалыптастырдыңыз. Мұғалім бөтен балалар тәрбиелейді. Бірақ енді сіз өзіңіз ұлағатты ұстаз, қоғамда да өзіңіздің жаңағы салмағыңыз бар, былайша айтқанда авторитетіңіз бар, өзіңіздің жанұяңыз бар, отбасылық тіршілігіңіз бар. Сұрайын дегенім, мынау тайм менеджмент дейді ғой. Уақыт кестесін. Мұғалім болды. Балаларыңызға қарамай қойдыңыз ба дейсіз бе? Жоқ, сол уақыт кестесін қалай дұрыс құру керек? Айналайын, дұрыс айтасыз, енді отбасы деген бірінші бақыт қой. Әйел үшін, қыздар үшін, ол бұрын қазағым бекер айтпаған, бірінші байлық ақжаулық деп. Әлі де сол деп ойлаймын мен. Қазір де соны ұстану керек. Енді біздің кезімізде шын мәнісінде басқа еді ғой. Ол сондай қыздардың өзі тәрбиелендік солай. Менің анам қазақтың қызы емес. Бірақ мен жалғыз қызы болдым. 10 жылдан кейін мына бауырым өмірге келді. 5 інім бар, бір сіңлі тұрмысқа шыққаннан кейін сіңлім өмірге келді. Сонда да бұл жалғыз осы қыздың бетіне қарап отырмау деген жоқ, тәрбиені деген мықты беретін. Сондықтан сол тәрбие қалыптасты ғой енді бойымызға. Шында жанұямда сол институтты бітіретін кезде тұрмысқа шықтым. Ұлым бар, 2 қызым бар. Ағайыңды аспирантурада Киевте кәдімгі күндізгісінде оқыды. Мен баламды сүйретіп жүріп, енемді сүйретіп жүріп жұмыс істедім. Одан кейін қызымды өмірге әкелгенде 5 жылдан кейін докторантураға түсіп кетті. Ананы қорғағаны кейін Москваға тағы да жұмыс жасадым, сол оқытуға. Ағайыңды аман есен бітіріп қорғап алды.
осы үшінші қызымды тіпті 30-дың аяғына бара жатқанда өмірге әкелдім. Сонда балаларға қалай енді? Ана деген бәрін ойлап жүру керек. Мына қыздың 40 жаны бар деп бекер айтпаса керек. Әйел балалары бәрін ойлап жүру керек. Анау үйдің жылуында, сұлуында дейміз ғой жаңағы. Не тамақ ішетінін де, қай кезде баланың қай жағдайын жасайтынын да, бір сөзбен айтқанда, мен еш уақытта жұмысымда, үйімде менің балам бар еді, анауым қалып кететін болды, мынау мынандай болды дегенді айтқан емеспін. Ағайыңда жұмысынан еш уақытта үйдің тауқыметімен жұмысынан нұсқан келген емес. Ол жоғарғы оқу орнының ұстазы, мен мектептің ұстазымыз. Сол екеуміз ұстаз болғаннан кейін ба, білмеймін, әйтеуір тіл тауып, қазіргідей мына бала шағамызда да сол күтушісі бар ғой, балаға қараушы дегендей. Күтуші дегенді де білген жоқпыз, үй жинаушы дегенді де білген жоқпыз. Техникада ол кезде аздау еді. Кірді де қолымызбен жуатынбыз кейін ғой. Бұл елердің дүниенің пайда болған. Соның бәріне үлгеретінбіз. Және қонақты үйге қазір жастар қонақ шақыра ма? Біз деген қонақ та шақырып, тортын да басқасын да қолымызбен істейтінбіз. Кәдімгі бірімізден, сен мынаның рецебін бере қой, мынауың керемет екен деп қонаққа барғанда артық нәрсе көрсек жазып алатынбыз. Енді ол кезде жаңғызмен емес, барлығы да осындай болды. Тәрбиенің күші. Тәрбиенің, тәлімнің күштілігі. Жаңағы тіліміз дамыса, жаңа айттыңыз ғой, салтты да, дәстүрді де бәрін бойына ұялатады деп. Ұят деген нәрсе. Ұят деген 3 әріптен тұратын осы ұят деген сөзде күшті күш жатыр ғой. Солай ойбай ұят болады. Дастарханыңда ештеңе болмай қалса да ұят болады. Анау балаң тәртіпсіз болса да ұят болады. Анау жолдасың жағдайы болмай қалса да ұят болады деп, соны ішімізден қайталап бәрін істей беретінбіз. Сондықтан уақыт таптым. Тәрбие екеулеп бердік. Жоғарғы оқу орындарын бір тұмар, 2 оқу орнын бітірді. Ұлым бітірді. Өз мамандықтарыменен қызметтерін істеп жатыр, балаларын қарап жатыр. Сондықтан айналайын. Енді әлгі барлығы дайын бола қалды. Бәрі сондай майдай болды деп айта алмаймын. Болады. Жанұя болғаннан кейін болады, бірақ үлкен нәрсе емес. Барлығы да кәдімгі, қалай десем болады, пендешілік, әлгі жүреміз ғой, сол кейде күйіп пісіп, кейде мәз-майрам болып деген сияқты. Сол бірақ жұмысыма ешқандай нұсқан келтіріп көрген жоқ. Сол өзім кейінгі ұстаздарыма да айтатымын, айналайын, балаңның киімін де, тамағын да сен бәрін күн-түн ойлап, соны қай кезде не істейтініңді жоспарлап жүруің керек. Сонда ғана сенің жұмысың дұрыс жүреді. Мектепке келіп, ойбой, ана балам аш қалды, тамақ қалдырмады ма оған деп отырсаң. Енді бұл өте сирек кездесетін жайт. Айтып отырған жаңашыл мұғалімдердің... Менің жасымдағылардың бәрі сондай. Ал жаңашыл мұғалімдер қазіргі таңда өзіңіз айтпақшы, ол кезде сіздер кірді өз қолдарыңызбен жуасыздар. Қазіргі техниканың дамуына байланысты мұғалімдердің тұрғылық көзқарастан қарайтын болсақ, барлық жағдай бар. Сол үшін біздің жас мұғалімдер сіздердің жолдарыңызбен жүруі бірталай. Басында айтайын дегенім сол, қиын. Біздікілерге қиын түседі, өйткені шыңдалмаған біздің жас мұғалімдер. Мен жамандап жатқан жоқ мұғалімдер. Ол заман талабына сай пайда болған бір мүмкін үрдіс қасиет шығар, мүмкін, енді оны біз ешкімді кінәлай алмаймыз. Айтайын дегенім... Жоқ, жас мұғалімдерге бір нәрсе қосып кетейін ба? Енді мемлекет жасап жатыр ғой жұмыстар, бірақ жастарға жасау керек. Жастарға көбірек жасау керек. Қазір жалақының да көбейгені көбінше өтілі үлкен,
жетістіктер енді 20 жылдан аса, 30 жылдан аса жұмыс істеген мұғалімдер жақсы алып жатыр айлықты. Жас мұғалімдердікі жақсы ондай емес. Себебі оларда бітіріп келгеннен кейін өтілі аз, әлі көрсеткіші жоқ. Аналарды қосымшалап жаңағы аттестациядан өтіп алатыны. Міне сондықтан да біздің мемлекетіміз мына жас мұғалімдерді тұрғын үймен қамтамасыз етсе, нұр үстіне нұр болар еді. Қандай бағдарламамен қамтамасыз етсе де, көбісінің айлығы жетпейді ғой. Мынау неше түрлі бағдарлама шығып жатыр. Бірақ та әр мектепте кемінде 30-дан асқан, 20-дан асқан мұғалім квартирсіз. Жасы емес, санын айтып жатырмын. Тіпті одан да көп мұғалім мына қазақ мектептерінде, әсіресе мына Алматыда, шынын айтқанда, орыс мектептерінде ол көбі бұрыннан тұрып жатқан кісілер жұмыс істеп жатыр. Қазақ мектептері ашылып жатыр, өйткені көшіп келіп жатқандар қазақтар ғой. Балаларының көбейіп жатқан Алатау ауданында тіпті 3000-нан асып кеткен, 4000-ға жеткен мектептер бар, баланың саны. Қараңыз, сол мен ойлаймын, осы баспана жағына қандай бағдарламамен берсе де, қазіргі айлық анау-мынауына қарамай, осы мұғалімге беру керек. Мұғалімдерге беру керек. Баспана деген жаңағы ақжаулықтан кейінгі байлық қой өзі. Менің ойымша, осы дәл баспанамен қамтамасыз ететін болсақ, бұл деген тікелей біздің өсіп келе жатқан ұрпақтың қолдау, білім саласына қосқан үлесі болады. Демек, білім сапасы артады. Артады. Әрине. Толықтай келсем, көп рахмет сізге. Енді қазір мына білім саласы деп жатырмыз ғой. Жалпы осы білім саласы реформадан шаршады деп ойламайсыз ба? Оның үстіне мынау өзіміздің елімізде білім және ғылым министрлігі де жиі ауысып тұрады. Өте дұрыс айтасыз. Оны енді жаңғыз мен емес. Бүкіл еліміз, жұртымыз, көз ашық зиялыларымыздың бәрі айтып жүр ғой. Шынымен біздің әйтеу білмеймін, мен өзім де сол жерде де айтқам. Білім және ғылым министрлігі тегі енді ауысқанда көзіңді ашып жұмып үлгермейсің ғой. Бір реформаны бастайды да тастайды, аяғына жетпейді, құлақ аспайды елдің сөзіне. Міне қазір енді бет бер қарай бұрылғандай болып жатыр. Енді Асқат мырза біраз нәрсені, енді бірақ қордаланып қалған дүниені жылдам өзгертіп жіберу деген оңай дүние емес ол. Аударып тастай салатындай дүние емес, оған көп қаржы керек, біраз уақыт керек. Міне әліппемізді қайтарып жатыр, ана тілімізді бөліп жатыр, қосып жіберген барлығын. Мына оқулықтарды сынап жатыр, бағдарламаны қайтадан жасаймыз деп жатыр. Міне осының барлығы сол қашан қолымызға тиер екен деп, мен де соны аман сау жүрсек, тірі болсақ, соны көретін заман болса екен деп ойлаймын, шынымен. Оқулық балаға да, мұғалімге де, ата-анаға да қызмет ету керек. Оқулықты басты нәрсе оқулықта болу керек. Содағы бар дүниені баланың бойына құю керек. Ата-ана да оны түсінетіндей болу керек. Ол біздің ұлттық тұрғыдан құрылуы керек. Осы керек. Соған бет бұрып жатыр. Айтып отырмын ғой, жаңа кітаптар дайындалып жатыр. 21-ші жылы қолға тиеді деді ғой, әліппеменен ана тілі оқулықтары. Нұр үстіне тұр. Нұр. Бұл жақсылықтың ертегесі жоқ. Жылдамырақ солар іске асса екен деген ойдамын. Көп келеңсіз жағдай бар осы білім саласында. Өте келеңсіз көп жағдай бар. Мынау тәрбиені де түбіменен өзгерту керек. Әл-Фараби атамыз айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім құрдымға кеткен бірдей деп. Сол болды ғой мінекей. Біз білімді алдына шығарып алдық. Соныменен білім де жоқ, тәрбиені де босаңсыттық. Білім алатындар енді бәрінде білім жоқ деп айтуға болмайды, бірақ көбейіп кетті. Дипломдары бар, сол мамандығы бойынша түкті білмейді. Мына ақылы деген дүние, мынау дүние табу жолы көбейді да,
Енді мен ғана айтып отырған жоқпын, енді министрдің өзі де айтты ғой, жаңағы төбесін көрсетпеген студенттер диплом алып жатқан. Ол өтірік емес, енді күнбе-күн көріп те жүрміз, біліп те жүрміз. Енді айналайын, елдің келешегі білімді ұрпақта. Мейлі сен бизнесмен бол, мейлі сен ертең жеке шаруашылығыңды дамыт, бәрібір сізге білім керек. Не, кім болсаңыз да білім керек. Енді қазіргі біздің жастарымыздың басты міндеті білімге құштар болу, білім қуу. Ал енді үлкен ағаларымыз бен апайларымыз отырған сол жастарға жалпы мүмкіндік беру, мүмкіндік жасау. Мінекей осы екі қағиданы біз әрқашанда есімізге алып ұмытпай жүрсек, менің ойымша, сіз айтпақшы, болашағымыз бұдан да жарқын болар жақын арада. Әумин, айтқаныңыз келсін. Айгүл апай, енді көп рахмет сізге. Сұхбатымыз өте қызық және де өте андай салмақты, берері көп болды. Сол себепті менің ойымша бізді көріп отырған, экранның ар жағында отырған біздің көзі қарақ көрермендеріміз бүгінгі біздің бағдарламамызға, бүгінгі біздің шығарылымымызға көңілі толды деп ойлаймын, көңілі толады деп ойлаймын. Сол үшін сізге рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, жұмыстарыңыздың барлығын ысырып қойып, осы бағдарламаға Бауыржанға мен келуім керек дегеніңіз үшін сізге рахмет. Біз сізді ерекше құрметтейміз. Ең басты деніңіз сау болсын, аман болыңыз, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Рахмет, Бауыржан, айналайын. Өзім енді осы білім саласының маманы болғандықтан, мен жастарға айтатыным, қажеттісін алсын, осы айтылып атқан әңгіменің. Бұл жан айқай шын мәнісінде ұстаздарға өте байланысты. Мына мәртебе заңы бекітілді, құба-құп, бірақ еліміздің бүкіл саясатын, еліміздің болашағына қызмет істейтін адам ол мұғалім. Сондықтан ананы да бізге болмайды екен, мынаны да болмайды екен, мен айтпаймын, барып тізім жазғың, үйді аралағың деген. Бірақ еліміз ұстанған саясатты жеткізетін де, сіңіретін де ұрпақтары менен оның ата-аналарына, міне мектепте кім? Ұстаз. Сондықтан өз міндетімізді ұмытпайық. Бәрекелді. Айтқаныңыз келсін. Ұстаздар, ал енді біздің басты мәселеміздің бірі, ұстаздардың жан айқайын барлығымызда естідік. Енді оның барлығын президентіміздің арқасында, осы жаңа заңнаманың арқасында мәртебесін өсіріп, абыройын арттырамыз. Мұғалімдер бөлмесінде бүгін алтын жұлдыз орденінің иегері, алтындай аялы біздің апайымыз келіп отыр. Мінекей Аягүл Төреқызы, сізге көп рахмет, барлық жақсылықты тілейміз, жолыңыз болсын. Құрметті көрермен, осымен біздің шығарылымыз өз мәресіне жетті. Енді осы комментарий бөлімінде сіздер білім саласында білгіңіз келген бір сұрақтарыңыз болса, өз сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады, міндетті түрде жауап аласыздар. Мұғалімдер бөлмесінің келесі кезекті шығарылымда кездескенше сау болыңыздар.